Қазақстанды 13 жыл бойы басқарып, бірде-бір рет пара алмай, өзінің арын сақтаған, кезінде Алаштың арыстары атылып жатқан кезде, бірде-бір Алаштың арысына қиянат жасамаған Нұртас Оңдасынов ағамыз Мәскеу қаласында өмірден өткен болатын. Осы ағамыз былай деген еді: орындалмаған 3 арманым бар. Бірінші арманым, зейнеткерлікке шыққан соң Алматыда тұрсам деп едім. Мәскеуге өтіп кеттік. Маған Алматыда тұру бұйырмады. Екінші арманым, оңтүстік облыстарда керемет, талантты жігіттер бар еді. Соларды қызмет бабында өсіре алмадым. Жершіл, рушыл деп айтама деп қорықтым. Үшінші, жас кезімде ғылым қусам, кітап жазсам, ол артымдағы ұрпаққа қалса деп армандайтын едім. Бірақ тағдырдың, уақыттың әмірімен үкіметті, облысты басқаруға тура келді. Сөйтіп, жас кезімдегі арманыма жете алмадым деген екен. Ағамыз одан әрі былай дейді: ел басқару өте қиын. Ел басқару біреуге бақыт, біреуге мехнат. Мен өзіме мехнат жолын таңдадым. Мен өз бала шағамнан гөрі қазақ халқының жағдайын ойладым. Ел қатарына қосылса екен дедім. 3 нәрседен тазамын. Бірінші, сонша жыл ел басқарып, біреуге нақақтан жала жауып, қиянатқа барған емеспін. Арым таза. Екінші, 1937-38 жылдардағы қаралы күндерде боздақтарды атып жатқанда бір қағазға да қол қойған емеспін. Қолым таза. Сенбегендер архив ақтарып көре берсін. Үшінші, адамдарды жершілдікке, атаға, руға, жүзге бөлген емеспін. Жүзім таза. Бұл адам Қазақстанды мықты мемлекетке айналдырған басшылардың бірі де бірегейі болатын. Ал Нұртас Оңдасынов ағамыз айтқан осы 3 емтиханнан бүгінгі басшылар өте алады ма екен? Қалай ойлайсыздар?